біздің өкімет мына Путиннің бұйрығымен мына Қазақстанға атом электр станциясын саламыз деп жатыр. Олар заңды қабылдап та келісімін беріп те қойған. Енді референдум өткіземіз дейді. Негізі референдум 2 ай бұрын жариялану керек. 1 айдан кейін референдум өткіземіз деп жатыр. Ол атом электр станциясына Қазақстанда қазір мұқтаждық жоқ. Оны ғалымдар да бәрі айтып жатыр. Одан кейін мына Балқаш көлі ешқайда ағып шықпайтын көл екен біздің. Сол Балқаш көлінің астынан жер асты суларымен бүкіл мына Алматы облысы, неше облыстың ауыз сулары бүлінеді. Мына атом электр станциясын салатын болса. Екінші бір себебі, егер Ресейде салатын болса, Қытайда салатын болса, біз соларға өмір бақи тәуелді боламыз. Одан кейін тағы да бір үлкен себебі, мына Қазақстан уран өндіргенімен, ол атом электр станциясының отыны байытылған уран дейді, обогащенный уран деген, ол Ресейден өндіріледі. Ол Қазақстан бағынбай барататын болса, ол уранды бермей қойса болды атом электр станциясы деген. Кез келген уақытта өмір бақи соның боданы болып отырамыз. Әлі де жартылай сол Ресейдің боданымыз. Байқоңырды алып отыр. Семейде қанша жыл бомбасын жарып, міне өзіміз со Семей жақтан полигоннан зардап шеккен адамдармыз. Сондықтан уақыты келгенде біздің ұрпақтарымыз егер мұқтаждық туатын болса, атом электрді өздері-ақ салып алады. Дәл қазіргі мына жемқор билік тұрғанда, мына халықты ойламайтын опасыздар тұрғанда, атом электр станциясын салу біздің халыққа жасаған тікелей қастық деп білу керек. Сондықтан міне осы жерде желтоқсандықтар тұр. Бүгінгі міне желтоқсандық бауырымыз соттап жатыр. Біз тағы да ұрпағымыздың болашағы үшін атом электр станциясын салуға қарсымыз. АЭС салынбасын. АЭС апат ошағы. АЭС жөнінде кезінде айттық қой. Салмау үшін АЭСті адамзаттық ой өсті. Салған жерде адам түгіл өмір сүрмес қой ешкі деп осыдан бірнеше жыл бұрын жазғанбыз. Әрине АЭС салғаннан кейін ол енді халықаралық оның қаншама бұлыққа басын барып тұрады. Неге десеңіз, өйткені мысалы ядролық қаруға кіру үшін бізге рұқсат бермейді. Рұқсат берген Корея қаншама таяқ жеді. Ал енді мысалы космос космонавтарымыз болса да, ғарышкерлеріміз бізге космостың мүшесі болуға рұқсат бермейді. Онда жетақ мемлекет. Егер ондай нәрселерге, ал енді АЭС-тің де сондай үлкен жүйесі бар. Ол жүйеге кіріп кететін болсаңыз, одан да қаншама біз енді керексіз нәрсеге, әлі бізге қажет болмай жатқан нәрседен зардап шегіп қалуымыз мүмкін. Өйткені оның бізде соның мүшелігіне кіреміз одан кейін. Ал енді бізге АЭС қажет болған күннің өзінде де бізге оннан бір қуатын ғана беретін заводтарымызға сол шама жетеді. Ал енді Чернобыль сияқты үлкен АЭС салатын болсақ, қазір оны игеруге біздің мамандарымыз жоқ. Екіншіден оның пайдаланатын жеріміз де жоқ. Өйткені бізде дайын индустрия жоқ оны. Оны игеріп алып кететін дайын кәсіпорындар жоқ бізде. Өйткені әуелі Қазақстан мына тәуелсіздік алғаннан кейін бүкіл экономикасын жекешелендіріп, өзінің кәсіпорындарын ашып, әлем не шығарып жатыр? Соның үздік нәрселерін өз территориясында шығара алатындай болып, соған қуат жетпей жатқан кезде ғана оны болашақта ұрпақтар шешеді.